Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте керемет пирогты бірге жасайық. 2 күн тұрса да қатпайтын қамыры. 2 жұмыртқа, қант керек бізге, тұз. Барлығын жақсылап араластырып алайық. Жылы сүтті құямыз. Барлығын араластырып, ваниль ұнтағын қосамыз, дрожжи қосамыз. Енді оны да барлығын жақсылап араластырып алайық. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп, біртіндеп қосатын боламыз. Бізге жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр қажет болады. Сондықтан ұнның тығыздығы әркімде әртүрлі. Өзіміз бақылап, қамырды елеп шығамыз. Ең соңында мен бұл жерде сары майды қосуға ұмытып кетіппін. Ештеме етпейді. Оны қосып, жақсылап қолымызбен араластырып, сосын онымен осындай тығыздықта қамыр елеп қойдым. 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз сәл көтеріліп, күшті болып шығады. Енді салмасын жасайық. Менде бұл жерде үйдің сүзбесі, қант қостым, 2 жұмыртқаны қостым. Бұл жерде ескеретін жайт, сізде магазиннің сүзбесі сұйықтау болса, 2 ас қасықтай жүгері крахмалын қосамыз. Біздің қамырымыз осындай керемет болып көтеріліп шықты. Ұнымызды сеуіп 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін сәл кішірек бөлікке бөліп, оны үстінен әрлейтін боламыз. Үлкендеуін оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды пергамент төселген листке жайып аламыз. Содан кейін ішіне салмасын салайық. Барлығын тегістеп аламыз. Өзіңізге ұнаған жеміс жидектерді немесе варенье қоссаңыз болады. Енді шеттерін осылай видеода көрсетіп тұрғандай қыстырып аламыз. Қамырымыздың кішкентай бөлігін ұзынша ғып жайып аламыз. Сосын осындай форма келтіретінмен кесіп алсаңыз болады, немесе пышақтың көмегімен осындай сеточка жасасаңыз болады. Енді барлығын әдемілеп түріп жайып алайық. Қамырдың артық бөліктерін астыңғы жағына осылай видеода көрсетіп тұрғандай жібереміз. Енді жұмыртқаның сары уызына сәл сүт қосып, жақсылап үстінен жағып шығамыз. Әп-әдемі бір келкі қылып. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі, соған байланысты қойып қойыңыздар. Осымен біздің керемет өте дәмді пирогымыз дайын болды. Мұны осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ болып шығады. Қамыры 2 күн тұрса да қатпайтын қамырды сіздер де жасап көріңіздер. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Енді осы пирогты турап көрсетейін. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жанұянызға жасап беріңіз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Осымен біздің арнамыз дамитын болады. Қазақ каналды YouTube арнамызда дамытайық бірге. Дәл осы видеомен жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде пікірлеріңізді жазып айтып отырыңыздар. Мен барлығын оқитын боламын. Сізге осы видео ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз.